Сәлем баршаңызға достар, арнама қош келдіңіздер. Мен сіздермен бүгін жеміс қосылған бисквитный торттың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Алдымен бисквит дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге бөлме температурасындағы жұмыртқа қажет болады. Жұмыртқаның ағы мен сарысын бөліп аламыз. Абайлаңыздар, жұмыртқаның ағына сарысы мүлдем түспеу қажет. Ендігі кезекте жұмыртқаның ағын миксерлейміз. Көпіршей бастаған кезде қантты сала отырып миксерлейміз. Бұл жерде мөлшердегі 180 грамм қантымыздың 100 граммын жұмыртқаның ағуызына қосып миксерлейміз. Дағыны 180 граммның 80 граммын жұмыртқамыздың сарысына қосып миксерлейтін боламыз. Мінекей видеода көріп тұрғандарыңыздай, жұмыртқамыз көпіршей бастаған кезде шекерімізді жай-жай сала отырып, жақсылап миксерлейміз. Миксерімізді жай жылдамдықтан жоғары жылдамдыққа көтере отыра, жұмыртқамызды қою масса болғанға дейін миксерлейміз. Мінекей бізде осындай қою масса пайда болды. Енді миксерімізді өшіреміз. Дағыны жұмыртқамыздың ағын бір шетке ала тұрамыз. Жұмыртқамыздың ағы өз формасын ұстайтын осындай қою масса болып шығады. Ендігі кезекте жұмыртқамыздың сары уызына қалған шекерімізді қосып, жақсылап миксерлеп аламыз. Құрметті қыз келіншектер, арнама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, мені қолдап кетіңіздер. Алдағы уақытта мен сіздермен бұдан да көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Жұмыртқамыздың сары уызы көпіршей бастаған кезде оған сұйық массаларымызды қосамыз, яғни сұйық майымызды және сүтімізді қосып, тағы да миксерлеп аламыз. Енді жаңағы ақ уызымыздың үстіне сұйық ингредиенттерді қосамыз. Ақ уызымыз басылып қалмас үшін лопатканың көмегімен асты үстіне қарай араластыратын боламыз. Бұл жерде ақ уызымыз басылып қалса, бисквитіміз көтерілмей қалады. Сондықтан осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай жай лопатканың көмегімен араластырамыз. Енді ұнымызды ситадан өткіземіз. Оның үстіне разрыхлитель қосып, осылай 2-3 бөлікке қосып, жаңағы ақ уызымыздың үстіне салып, осылай лопатканың көмегімен араластыратын боламыз. Бұл жерде ескертетін жағдай, ұнымыз түйіршік болып қалмау қажет. Осылай жақсылап араластыратын боламыз. Ендігі кезекте қамырымызды теңдей екі формаға бөліп, жақсылап орналастырамыз. Менде форманың диаметрі 22 см. Қамырымызды формаға жақсылап орналастырып алғаннан кейін 160-170 градуста 30-40 минутта пісіріп алатын боламыз. Пісу барысы әркімнің пешінде әрқалай, сондықтан да өз пешіңіздің ыңғайына қараңыздар. Мінекей бисквиттеріміз пісіп шықты. Осындай биік болып жақсы болып көтеріліп шығады. Бисквиттерімізді суығаннан кейін осылай әр бисквитімізді екі бөлікке бөліп алатын боламыз. Енді тортымыздың кремін дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге творожный сыр қажет және қант қажет. Екеуін жақсылап миксердің көмегімен араластырып алатын боламыз. Творожный сырымыз бен қантымызды жақсылап араластырып болғаннан кейін үстінен салқын сливкиді қосып, тағы да қоймалжың масса болғанға дейін жақсылап араластыратын боламыз. Мінекей осымен креміміз дайын. Дайын кремімізді лопатканың көмегімен жақсылап араластырып алатын боламыз. Бұл крем біздің тортымыздың ішіне де сыртына да жететін болады. Ендігі кезекте тортымызды жинайтын боламыз. Тортымыз қимылдап кетпес үшін осындай крем жағылып аламыз да үстіне алғашқы бисквитімізді қоямыз. Тортымыз біркелкі тегіс шығу үшін осындай ацетатный пленкамен жинасаңыздар да болады. Егер де сіздерде болмаған жағдайда кальциямен жинасаңыздар да болады. Енді бисквитіміздің үстіне пропиткамызды жағамыз. Одан кейін кремімізді жағып, тортымызды дәл видеодағыдай жинайтын боламыз. Крем жағып болғаннан кейін екінші бисквитімізді қоятын боламыз. Тортымыздың арасына кез келген жемісті пайдалансаңыздар болады. Мен құлпынай жемісін пайдаландым. Бұл жерде қатырылған жеміс жидек пайдалансаңыздар да болады. Малина, шие жемістерін пайдалансаңыздар да болады. Өте дәмді болып шығады. Сол үшін міндетті түрде пайдаланыңыздар. Крем, бисквит жаға отыра, осылай тортымызды жинап алатын боламыз. Мінекей тортымызды осылай ең соңғы бисквитін қосып, бетіне кішкене ғана крем жағып, пищевая пленкамен бетін жауып, холодильникке кемінде 7-8 сағатқа қоямыз.
Сол кезде креміміз толықтай сіңіп, тортымыз өте дәмді болып шығады. Тортымыз холодильникте 7-8 сағат тұрды. Енді тортымыздың сыртын қаптайтын боламыз. Мінекей осылай бір тегістеп аламыз да, қалған кремімізді осындай кондитерский мешокқа құйып, тортымызды жақсылап қаптаймыз. Құрметті қыз-келіншектер, видеоны соңына дейін көріп жатсаңыздар, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта мен сіздермен бұдан да керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Мен сіздерден қолдау күтемін. Осындай кондитерский мешоктың көмегімен кремімізді бір тегістетіп жағып аламыз. Одан кейін шпательдің көмегімен кремімізді біркелкі етіп жағып шығамыз. Тортымызды тегістеп болдық, енді үстіне осылай ганаш құйып шығамыз. Барлық құрамы мен төменге описание бөліміне жазып қалдыратын болам, сол жерден көрсеңіздер болады. Ганашымызды дәл видеодағыдай жақсылап орналастырып алатын боламыз. Осымен бисквитный тортымыз дайын. Кез келген жеміспен әсемдесеңіздер болады. Мен малинамен әсемдеп шықтым. Өте дәмді болып шығады. Үйде міндетті түрде жасап көріңіздер. Алдағы уақытта мен сіздермен бұдан да көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Сіздермен болған Айнұр. Келесі видеода кездескенше қош сау болыңыздар.